Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев халықтың қарызға батқанын мойындады. Президент қазақтардың шектен тыс қарызға батуы мәселесін тағы да көтерді. Бизнес өкілдерімен кездесуде ол тұтынушылық несие беру қарқыны бәсеңдемегенін, керісінше реттеуші органдардың қатаң шараларына қарамастан жыл ішінде 33%-ға өсіп кеткенін атап өтті. Мұнымен қатар проблемалық несиесі бар азаматтардың да саны көбейіп жатыр. Банктерге рефинанс жасау жүйесін күшейтіп, проблемалық несие көлемін арттырмау міндеті жүктеледі. Халықты қарыз қамытынан құтқаруымыз керек. Бұл билік үшін саяси маңызы бар мәселе, деді ол. Мемлекет тұтынушылық несиелеу саласын қатаң бақылауға алу үшін бірнеше рет шара қабылдаған, алайда бұлардың түк нәтиже бермегенін жақында ұлттық банк басшысы Тимур Сүлейменов мойындады. Оның пайымдауынша, несие алу қарқынының артуы халықтың нақты табысының төмендігімен байланысты. Тұрғындар айлығын әзер жеткізіп, қажетті тауарларын несиеге алуға мәжбүр. Егер халықтың табысы жетерлік болса, қарызға тәуелділік бұлай өспес еді, деген болатын Темекең. Үкімет пен реттеуші органдар алдағы уақытта тағы қандай шектеулер енгізуі мүмкін екені белгісіз, дегенмен тұтынушылық несие нарығына бақылау күшейтетіні анық.